Көптеген күрделі есептеулер жүргізу қажеттілігіне тап болған адамзат одан әрі механикалық есептеу машиналарын ойлап тапты. Сонымен Леонардо да Винчидің жалпы санды жинақтау құрылғысы Паскаль мен Вильгельм Лейбнистің есептегіш машинасы пайда болды. Механикалық есептегіш машиналардың бірі арифмометр болды. Ол қосу, азайту және дәл көбейту мен бөлуге арналған. КСРО-да ең көп таралған арифмометр Феликс. Феликс Дзержинскийдің есімімен аталған. 1929 жылдан 1978 жылға дейін шығарылды. Бұл 9 таңбаға дейін жұмыс істеуге және 13 таңбаға дейін жауап алуға мүмкіндік береді. Арифметикалық әрекетті орындап көрейік. Қосу. 25 қосу 48. Барабан тұтқаларын айналдыру арқылы алдыңғы әрекеттерді тастау керек. Тұтқаларды тиісті сандарға жылжыту арқылы 25 санын орнатамыз. Қосу кезінде сағат тілі бойымен тұтқаны айналдырамыз. 25 саны нәтиже санауышында көрсетілген. Содан кейін біз 48 санын орнатып, тағы бір рет айналдырамыз. Нәтижелер санауышында біз бірден соманы аламыз. Арифметикалық әрекетті орындайық. Мысалы, 125 санынан 25-ті алайық. 125 санын орнатамыз, айналдырамыз. Нәтижелер санауышында біз 125-ті көреміз. Тұтқалармен 25 санын орнатамыз және сағат тіліне қарсы айналдырамыз. Нәтижесі 100. Арифмометрде көбейту келесідей жасалады. Мысалы, 25 көбейту 3. 25 санын орнатамыз және айналдырамыз. Нәтижелер санауышында біз 25-ті көреміз. Көбейту тұтқаны сағат тілмен айналдыру арқылы жасалады. 3-ке көбейтеміз, яғни 3 рет айналдырамыз. Нәтижесі 75. Калькулятор сияқты есептеу механизмінің даму тарихы 17 ғасырда басталады. Калькулятор сөзінің өзі латын тілінен аударғанда санау дегенді білдіреді. Бұл машиналар микрокалькуляторлар деп аталады. Олар күн батареяларынан немесе желіден жұмыс істейді. Ал кейбір модельдерде тіпті арнайы тысы болады. КСРО-да алғашқы калькуляторлар өткен ғасырдың 70-ші жылдары пайда болды. Алғашқы кеңестік калькуляторлардың бірі электроника. Ол 1970 жылы жасалған. Алдарыңызда электроника МК56 калькуляторы. Жады 98 команда мен 14 регистрдан тұрады. Жылдамдығы секундына 5 қарапайым операция. Желіге қосудан жұмыс істеді. Калькуляторды өшірген кезде жад мазмұны өшіріледі. Электроника МК51 микрокалькуляторы. Функционалды инженерлік калькулятор. Ол автоматты түрде 4 арифметикалық амалдарды, натурал және ондық логарифмдерді, түзу және кері тригонометриялық функцияларды, кері шамаларды, 2 деңгейлі жақшалармен есептеуді, квадрат түбірді, салу мен алуды, дәреже мен тамырды алуды және де басқа көптеген операцияларды орындайды. МК60 электроникасы. Күн элементтерінен жұмыс істейтін алғашқы кеңестік калькулятор. Бүгінгі күнде көптеген калькуляторлар бар. Қарапайым, инженерлік, бухгалтерлік және қаржылық. Әр ұялы телефонда калькулятор бар. 1946 жылы ғылыми әлемге және барлық қызығушылық танытқан адамдарға алғашқы нақты жұмыс істейтін ENIAC электрондық компьютері көрсетілді. Машина үлкен бөлменің қабырғалары бойымен таға тәрізді 40 панельге орнатылған электронды шамдар мен байланыстырушы кабельдердің үлкен конгломераты болды. Бірінші буындағы барлық компьютерлер электронды шамдар негізінде жасалды. Бұл оларды сенімсіз етті. Шамдарды жиі ауыстыруға тура келді.
1947 жылы транзистордың пайда болуы есептеу тарихындағы келесі үлкен қадам болды. Олар жиі ауыстыруды және көп энергияны талап ететін шамдарды алмастырды. Транзисторлар екінші буын компьютерлерінің негізі. Олар неғұрлым сенімді, берік, кішкентай, едәуір күрделі есептеулер жүргізе алды. Олардың жады үлкен және жедел болды. Компьютерлердің үшінші буыны жаңа негізде құрылды. 1958 жылы құрылған шағын интегралды сұлбалардың негізінде. Бұл 1 см, 2 см-ден аз жартылай өткізгіш материалдардан жасалған кішкентай пластина. Интегралды сұлба ондаған мың транзисторларды алмастыра алды. Бұл шағын компаниялар иелене алатын арзан компьютерлердің дамуына әкелді. Микропроцессор әлемге компьютерлердің төртінші буынын әкелді. Мыңдаған интегралды сұлбалар бір чипке орналасты. Енді бүкіл бөлмені алып тұрған зат бір алақанға сиярлық. Есептеу техникасының тарихы бұл адамзаттың тәжірибе мен білім алу процесі. Нәтижесінде есептеу механизмдері осында жоғары деңгейге жетіп, адам өміріне үйлесімді түрде енді.